Assalamu alaikum қыздар. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен үй жағдайында бургерге арналған жұп-жұмсақ болып шығатын булочкалар дайындайтын боламыз. Каналымда алда неше түрлі керемет рецепттер болады. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сізге керекті заттар: електен өткізілген ұн, су, сүт, екеуін де міндетті түрде жылытып алыңыздар. Ерітілген сары май, тұз, дрожж және де қант қажет болады. Ең алдымен біз аппарат дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен еріген сары майымызды саламыз. Қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз толық ерігеннен кейін дрожжымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Дрожждарыңыз міндетті түрде сапалы болсын. Менде пакмая дрожжы. Енді айта кететін дүние, тұзды біз аппара жасау кезінде қолданбаймыз. Өйткені тұз аппараның көтерілуіне кедергісін тигізетін болады. Дайын болған массамызды бетін жауып, 10 немесе 15 минутқа жылы жерге қалдыратын боламыз. Бізде аппара жақсы көтеріліп шықты. Енді аппарамыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды біртіндеп қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлық бөлігін салып жібермеңіздер. Өйткені әркімде ұнның түрі, сорты әртүрлі болғандықтан, әркімде ұн әрқалай кетуі мүмкін. 520 граммнан артық мүлде ұн қоспаңыздар. Одан аз кетуі де мүмкін, бірақ артық ұн қоспаңыздар. Біртіндеп отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамыр илеу барысында кішкене қиындықтар тууы мүмкін. Себебі қамырымыз қолға жабысқақ болып шығады. Қолдарыңызға қатты жабысып жатса, қолдарыңызды кішкене майлап жіберіп, ары қарай илесеңіздер болады. Қамырымыздың иін қандырып илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қалдырамыз. Бізде қамыр осылай жақсы көтеріліп шығады. Енді қолымызды майлап, қамырымызды бөліп шығатын боламыз. Булочкалар әртүрлі, бірі кіші, бірі үлкен болып қалмас үшін таразыға тартып жасасаңыздар да болады, немесе көз мөлшерімен жасасаңыздар да болады. Булочкаларды примерно 80-90 граммнан бөліп алатын боламыз. Бізде жалпы 10-12 булочка шығады, дәл осы рецептен. Ал егерде отбасыларыңызда адам саны аз болса, осы рецепті екіге бөліп жасасаңыздар да болады. Енді қолымызды кішкене майлап, булочкаларымыздың үстін баспаймыз, тек осылай дөңгелететін боламыз. Бұл булочкалар дөп-дөңгелек болып шығу үшін қажет. Фольга немесе пергамент төселінген қағазымызға араларын алшақ етіп орналастыратын боламыз. Булочкаларды пешке жібермей салдың, бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілуге қойсаңыздар да болады. Ол кезде булочкалар дәл қазіргіден де жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Ал егер уақыттарыңыз тығыз болса, мен сияқты бетіне сразу жұмыртқаларды жағып жасасаңыздар да жарайды. Булочкаларымыздың барлық жеріне, жандарына жұмыртқамызды тегізіп жағып шығамыз. Бір жері қызыл, бір жері ақшылдау болып қалмас үшін барлық жанына тегізіп жағып шығыңыздар.
Енді үстінен міндетті түрде күнжіт себетін боламыз. Қуырылған күнжітті пайдалансаңыздар да болады. Күнжітті кішкене көп жеу себебіңіздер. Себебі біз бургер жасаған кезде булочкаларымызды ортасынан бөлу процесінде күнжіттің біраз бөлігі түсіп қалуы мүмкін. Енді дайын тұрған булочкаларымызды 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Міне бізде осындай красота шығады. Қыздар, дәл осы рецептпен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.